құрметті көрермендер, сіздермен Казбей. Бүгін сіздерге мен өзім дауыстап жүрген Adobe Audition деген программамен таныстырамын. Бұл программа арқылы өзіңіздің минусоккаңызға дауысыңызды плюс қылдырып басуға болады. Осы Adobe Audition'ды біз кез келген жерден Google'дан скачать етуге болады. Бірде 5 скачать етіп алыңыз, өте ыңғайлы программа, бірақ қиын сияқты былай көрінеді, бірақ өте оңай. Осы кіргеннен кейін осы белгішеге басып, мына өзіміздің керекті минусокканы жазып аламыз. Минусокканы x-org деген бір жазып алыңыздар. Ол осы сайтта бүкіл музыканың, яғни айтқанда бүкіл музыканың видеосы бар. Яғни айтқанда музыкасы бар. Мен мұнда бір өлең таңдап едім қазір. Өлең бар еді. Жүректе туған өлең бар еді. Соны қарайын. Мен бұл өлеңді жазып тастағанмын, бана видеоны түсіргенде бірақ қателіктер болды. Соған байланысты мен керін видео түсіріп отырмын. Ана өшіп жазылғаннан кейін сосын осы жерде мына басып R-ті басамыз, сосын дауыс жазуға осыны қызыл белгішені басамыз. Мына қызыл белгішені басамыз. Және де осы қызыл белгішені басқаннан кейін осы жерде сіз өлең айта бересіз. Өлең айтып болғаннан кейін қазір біз бұлай жай ғана просто видео түсіре салайық. Міне біздің даусымыз жазылып жатыр. Қазір міне осындай қызыл белгіше шығады жазылып болғаннан кейін осы қызыл белгішені керден басасыздар. Міне даусың жазылды өстіп. Осы дауысты дұрыстау үшін үстінен басып Edit View дейтінге басамыз. Бұл жерде сіздің өлең айтқан даусыңыз тұрады. Мен просто жай ғана видео үшін көрсеттім. Соң осындай жерлерде болса шумды міне кетіреміз эффекті, noise reduction, аудио дегенмен кетіп тастаймыз осылай. Шумдарды кетіреміз ортасында тұрған. Және міне осы жерде тыңдап көрейік. Міне просто видео түсіре салайық. Міне біздің даусымыз жазылып жатыр. Қазір міне просто міне көріп отырсыздар. Ендігі кезекте біз дауысқа эффектті қосуымыз керек. Біз студияның эффектісін қосуға да болады. Міне мысалға осы дауысты осылайынан бүйтіп копировать етеміз. Түгелмен осыны эффекті, delay effects. Бұл жерде қазір осыны бұлар шауып, негізі эффект қосылу керек не жерде, не оқымыз ерген. Міне, осы дауысты түгелмен белгілеп алуға, осы жердегі студияның эффектісін қосуға алады, міне эхо қосуға алады, delay қосуға, студия ревербті басып, мына жерден кез келген эффектін таңдайсыз, өзіңізге байланысты дауысын бұл жерде дауыстардың нелерді келтіруге түсін тыңдау үшін басамыз. Видео түсіре салайық. Міне біздің даусымыз жазылып жатыр. Қазір міне осындай қызыл белгіше шығады. Окейді басқаннан кейін даусыңызды бана эффекті қосылту үшін видео түсіре салайық. Міне біздің даусымыз жазылып жатыр. Қазір көріп отырсыздар. Өйстіп бәрін өстіп эффекті қосқаннан кейін осы белгішені мына жерге әкелеміз. Сөйтіп, яғни айтқанда микшердің суретін басып, микшерді өзіңіздің даусыңызды кішкене шығарып, музыканың дауысын кішкене бәсеңдетіп, осы жерде регулировка жасауға болады. Содан кейін осы барлығын болып жасағаннан кейін мына осы белгішенің ішіне басып сохранить етеміз. Әйтпесе мына ішіне бүйтіп басып сохранить ететін болсаңыз, тек қана өзіңіздің даусыңыз естіліп қалады. Сондықтан осының ішінен басып сохранить етеміз. Файл, сосын экспортқа басып, аудио дегенді басып, yes, ары қарай оңай. Өйстіп видеоны сохранить етеміз. Сіздермен болған Казбей. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Егер осы видео көп лайк жиналатын болса,
мен осы өзімнің компьютерімді қалай Windows 10-ға айналдырғанымды видео түсіретін боламын. Сау болыңыздар.